Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Яндекс күнделіктің жаңа шығарылымына қош келдіңіздер. Бірінші тапсырысымыз Жетіқұртас сауда базары. Сол жерге келіп тұрмыз. Не алып кететінімізді көретін боламыз. Бақтарыңызға сәттілік. Астарыңыз дәмді болсын. Ыңғайланып отырып алыңыздар. И бүгін қаланы менімен бірге шарлаңыздар. Ал базар жексіңдер. Кеттік. Строй материалдар ғой. Левкас, эмульсия, white spirit, глад деген сияқты. Соны алып кетіп бара жатырмыз. Қар жауа ма бүгін қалай өзі? Сондай сияқты қар жауатын сияқты. Жауса екен деп қоям бір. Зимний баллон бар. Бір көрмедік пе тексеріп деген сияқты. Қой, жұмыстик. Так. Көрсетілген мекенжайға келдік. Күтіп отырмыз. Бұл біздің бірінші заказ. Сағат 11:30. Көреміз. Точка туру үшін болады. Мүсірдің жанындамыз. Тапсырысты бердік. 3900. Плюс Жетіқұртасқа кірген заезді қосасын. 150 теңге. Шамен 4050 теңге болады. Жаңа тапсырыстан шығып, Жандосова қарай бұрылып атсам, тағы бір тапсырыс келіп тұр. Абай көшесінен Royal Club деген жерге дейін. Безналичный дейді. Бұйырса барып көреміз. Кішкентай пакет беріп жүрген ғой. Базар жоқ. Royal Tulipқа барып жатырмыз. Акбар Грам деген фитнес тренер бар ғой, инстаграмда сол жігіт беріп жүрді. Базар жоқ деген сол. Ассалаумағалейкум, қалайсың брата? Мен де блогермін деп. Болды. Базар жоқ. Я танымаймын деп. Сөйтіп қуанысып, жолығысып қалдық. Қуанысып жаңа. Мына өлең қалай кетіп отыр сендерге. Сол. Кейде өлеңді өшіруді ұмытып кетіп жатамын, ренжімеңіздер. Мен өзім музыка тыңдауды жақсы көретін адаммын. Күзгі Алматы деген осы. Тырылдамай тұрсын деген мод далаға шығарып отырмын сен еді. Кішкене таза ауа демалыңдар деп. Дамаспен Royal Tulipқа кіріп алғызым. Короче, джиптардың арасынан чего там деген сен. Так деп ше. Осы жақта екен алып келетін жер. Ыңғайсызданбай нормально жүрейш. Оларда да сен сияқты 4 дөңгелегі бар. Яқпасын жаңа. Все, бердік заказды. Кетейш. Ары қарай. Әрмен қарата. Линияда тұрайыз, үшті олайсыңыз. Әрмен қарата, әрмен. Так. Так. Болмайды. Қалай бастағандық? Сонымен деп. Достарым менің золотой. Дырррр демей тұрды, пока. Жана, міне. Менде постоянно заказ бола бермейді. Мысалы қазір шем пустой келетін. Қайт қосылшы. Қаланың төбі жоғар жағынан төмен қарай пустой келетін. Бензиніміз таусылуға жақын болыпты. Бензин құйып алайық. Алматыда біреу кальян жегіп отыр. Тұман. Атым менің думан десең. Өтек бейтіп елдер жаңа жылға дайындалып. Бірінші тәуелсіздік мерекесі
тойланады, одан кейін барып жаңа жылға дайындаласыңдар. Бұрын соны заңмен не істеуші еді? Қудалаушы еді. Шариф болып тұр ғой. Бұрын мекемелерге рұқсат бермейтін жаңа жылдық безендіруді желтоқсанның басынан қоюға. Қазір бәріне пама пытырлатып жатыр ғой. Бір тәулет аталып тұр. Самый главный күн жоқ болса да. Сағат 12:51. Сағат 4:30-ға дейін жұмыс жасаймыз. Өйткені садиктен қызымды алып кету керек. Бүгін менің кезегім екен. Садик дегенім жарамас, балабақша. Балабақшадан қызымды алып кететін бүгін менің кезегім. Әйелімде бүгін сен баршы деп. Жарайды. Таңдап алған 80 қыздың ішінде таңдап алған аманатым деп қоясың. Сендер мен әңгіме айтып отырсың, заказ келіп тұр ғой, мә саған. Береговойың не сен? Безналичный дейді. Грузчигімен дейді кәдімгідей. Болды, түсіндім сені. Вообще сендер мен әңгіме айтқан былай күшті екен негізі. Әңгіме айтып келе жатсың, заказ түседі, жұмыс жүреді. Рахмет сіздерге. Сосын айтатын нәрсе, менің видеоларымды кәдімгі 49% адам подпискасыз қарайды екен. Подписаться етесіңдер, колокольчик баспай қойыңдар, просто подписаться деп қойыңдар. Бәт. Солақ сұрайды. Бақпасың жаңа. Ал. Алмайым. Сабыл алдық. Кеттік. Алматы теріске тұман болып тұр ғой. Мына жерге жаңа сумкаларды әкеп тастадық. Бұлай! 9340 теңге болды. Ары қарай кеттік. Ойбай, болды. Білдім ғой мен серебро екен. Тағы бір тапсырыс. Жаңа жерден шамалы ғана жерге шықтым. Сөйтсем тапсырыс келіп тұр. Сағат 13:17. Кеттік. Мен бензин құйып алу керек. Алматының ішінде неге заправка жоқ, бля. Масанчи Жібек жолы көшесіне кеп. Ат басын тіредік. Люстра дейді. Соны алып кету керек. Қазір көреміз. Так, бұл заказ отмена жасатқыздым. Өйткені маған симайтын грузды кішкентай грузовқа шақырған екен. Сондықтан да отмена дедім мен. Как раз бензин құйып қойын. Ренджменс дедім. Айналайын тәтем. Айып етпеңізші дедім. Сол. Тапсырысқа кетіп бара жатырмыз. Жол жөнекей бензин құйып алайық. Сағатымыз 1:30. Подачаға 7 минут берілген екен. Осы тапсырысты орындап көреміз. Братва, не стреляйте друг друга деп қойсын. Алматының күзгі ауа райы. Ауа температурасы 5 градус деп әңгіме жүрміз. Мына заказ грузчикпен айтпақшы. Былайша. Айбы, баняның заттарын тығып жүрді ба? Банный столдар. 38 минут дейді баратын жеріміз. Көрейк. Так, достар. Апарып сатқан ана. Верхний Чапай жаққа келдік қой. 6700 теңге сондай болды. Ағырай көреміз. Үсті. Кеттік. Тапсымыз 14728 теңге. Сағатымыз 3 болды. 1 сағат жұмыс істеу қалды.
айтып ауыз жиғанша төмен қарай сәл түскенде тағы бір заказ келді. Осы тапсырысты орындаймыз да садикке қарай басамыз. Бұл тапсырысты алдық. 38 минут дейді. Рысқұлова жаққа қарай көшіп жатыр екен. Матрастар әлем-бәлем бір заттар ғой. Сол кеттік ендеше. Бүгін қар жауатын сияқты вроде бы ше. Так, жаңағы заттарды апарып тастадық. Думанда жүрміз. Все, үйге қарай басайық, сағат 4 болды. Әйтпесе сайтқа үлгермей қаламыз. Қазір бакатпен Себастьян бауырымыз. Бакатпен пир келатсың ғой, короче. 120 қапырайым да. Сол, бүгінгі тапсымыз 18.200 теңге. Үйге қарай ұшып бағдырмыз. Бакаттағы разрешенный жылдамдық 120. Біз почти 100-мен келетіміз. Қарағандарыңызға рахмет. Каналға лайк. Араласып тұрақ анысында. Соң подписаться етіңіздер. Let's go!